Қалай үйдегі аз қалған фарштан бүкіл қонаққа жететіндей әрі абыроймен атқаратындай самса жасауды білесіз бе? Сіздермен идеал кек менімен бірге видеоның соңына дейін болып, тюльпан самсасын жасап көріңіз. Қамырын жасау үшін бізге қажет ұн, қопсытқыш, тұз, сары май және де қаймақ керек болады. Сары майды тоңазытқыштан алып пайдаланыңыздар. Ұнның үстінен қопсытқышты және де тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін майды ұнға осылай аунатып аламыз. Терканың көмегінде немесе үккіштен өткізіп, сары майды салып аламыз. Қолымызбен жақсылап ұн мен сары майды араластырып, крошкалар жасап аламыз. Бізде песочный тесто болу керек. Бізде осындай крошкалар шықты. Енді үстінен қаймақты қосып, қолымызбен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамыр дайын болды. Енді оны осындай целлофанға орап, 15 минутқа демалдырып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге қажет фарш, тұз, дәмдеуіштер, картошка және де пияз керек болады. Пияз бен картошканы мен ұсақтап осылай 4 бұрыш етіп турап алдым. Фарштың үстінен пиязды және де картопты, тұзды, дәмдеуіштерді салып, жақсылап қолыммен араластырып алдым. Салмамыз дайын болды. Енді қамырды тең 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін осы қолымызбен домалақ турбучка секілді етіп формаға келтіріп аламыз. Қамырды 35 граммнан өлшеп кесеміз. Сол кезде бізде 26-25 дана самса шығады. Әрі самсамыз барлығы бірдей болып, әдемі болып шығады. Кесіп алдық. Енді оны қолымызбен осылай шарикте жасап аламыз. Жайған кезде өте әдемі, оңай жайылады. Аздап ұн сеуіп, қамырды жұқа етіп жайып аламыз барлығын. Пышақтың көмегінде қамырды ортасынан осылай кесіп аламыз. Содан кейін бір ас қасық салмасын салып, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, қамырды айналдыра отырып, түйіп аламыз. Сол кезде бізде тюльпанға ұқсас самса болып шығады. Астыңғы бөлігін осылай қолымызбен жақсылап жабыстырып аламыз. Піскен кезде бізде осы самсаның суы ағып кетпейтіндей жақсылап түйіңіздер. Аздап басып, осылай тегістеп аламыз. Осымен біздің самсаларымыз дайын болады. Барлығын осылай түйіп алуымыз қажет. Тағы бір рет көрсетемін. Ортасынан қамырды кесеміз. Салмасын салып, видеода көрсетілгендей айналдыра отырып түйеміз. Астыңғы бөлігін қолымызбен жақсылап жабыстырамыз. Тақтайға қойып, қамырды астыңғы бөлігін тегістеп аламыз. Қалған қамырлардың барлығын осылай түйіп аламыз. Протеинге пергамент қағазын немесе протеинді майлап, осы самсаларымызды орналастырып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқаның сарысын ғана бетінен жағып шығамыз. Бетінен ақ және де қара күнжітті мен араластырып септім. Бөлек-бөлек сепсеңіздер де болады, немесе макты пайдалансаңыздар да самса өте әдемі болып, жақсы болып шығады. Самсаны қызып тұрған пеште 180 градуспен 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Пеш әркімде әртүрлі болуы мүмкін, сол себепті жақсылап қызарғанға дейін пісіріңіздер. Міне қыздар, самсаларымыз пісіп шықты, өте тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры да өте жұмсақ болып шығады, өте дәмді болып шығады. Видео ұнаған болса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менің каналымда көптеген қызықты әрі пайдалы рецепттерді таба аласыздар.
келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.